Қайырлы күн қымбатты пайдаларына каналының көрермендері. Бүгін сіздердің сұрауларыңыз бойынша егов арқылы қате тапсырылған декларацияны кері қайтаруды үйренеміз. Арнаға міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Поисковиктен егов деп теріп аламыз. Бірінші ашылған егов сайтына кіреміз. Осы жерден эцпіміз арқылы войти деген кнопканы басып кіреміз. эцпны таңдаймыз. эцпмен кіргеннен кейін осы жерден бірінші беттен таможня и налоги дегенді басамыз. Сол жақта налогообложение дегенге ауысамыз. Және услуги деген жерде показать все деп ашамыз. Осы жерде отзыв декларация деген бар. Соны басамыз. Заказать услугу онлайн. Енді осы жерде қате тапсырып қойған декларация бойынша ақпаратты енгіземіз. 250 қате тапсырылған. 250-те 00 деп жазамыз. 270 болса 270-те 00 деп жазылады. Первоначальная бірінші рет тапсырған екен. Түрін таңдаймыз. Айын таңдаймыз. Бұл жерде декабрь деп таңдау керек. 12 айға болғандықтан. Код 2023. Осы жерге декларацияның регистрационный номерін жазамыз. Уведомленияңызда тұрады. Және де удаление или изменение дейді. Өзгертесіз бе немесе өшіресіз бе? Соны таңдайсыз. Мен өшіремін. Удаление деп жазамын. Және де мына жерде причинасын жазамыз. Қандай себеппен біз отзыв жасаймыз декларацияға, соны таңдаймыз. Код органы государственных данных. Уведомлениеде шығып тұрады. Сіздің пропискаңыз қай жерде, соны таңдайсыз. Кодты таңдаймыз. Түркістан облысы бойынша Шардара ауданы мысалға. Енді подписать деп басамыз. эцпіміз таңдаймыз. Қол қойған кезде біз РСАны таңдаймыз. Бұл қызмет көрсетудің нәтижесін біздің еговтағы жеке кабинеттен, яғни личный кабинеттен тексеруге болады. Көп жағдайда егов сайтының жұмысына байланысты сіздің отзывыңыз жасалынбайды, яғни мемлекеттік органнан отклон келеді. Сол себепті сіздің декларацияңыз егов арқылы тапсырылған болса да, салық комитетінің сайты арқылы оған отзыв жасауға болады. Тағы да қандай мәселелер туралы видео түсіруге ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Ақпарат пайдалы болса мен қуаныштымын. Назарларыңызға көп рахмет.